Сәлеметсіңдер ме менің қымбатты оқырмандарым. Қысқыға міне малина жасап жатырмыз. Мынандай аспаппен мына мыжғылаймыз осылай. Содан кейін қант қосамыз. Содан кейін көп қант қоспаймыз. Аз ғана қант қосып, мысалы мынау 5 килограмм малина мына жерде. Осыған 1 килограмм қант араластырсақ жетеді. Одан кейін бөтелкелерге құямыз да қысқыға морозильникке ыдыстарға құйып қатырып тастаймыз. Оның ортасында міне менің немерелерім осындай көмекшілер жүреді. Міне көмектесіп жатыр апасына. Міне бір келкі осылай әбден мұжғылап аламыз. Бір келкі консистенцияға жеткіземіз. Мінекей әбден өте жақсы араластырып алдық. Бір келкі қылып, өте тәтті малина шықты. Базардан алғанда, таңдағанда ашыған, ашмағанына көңіл аударыңыздар. Ашмаған қант аз кетеді. Ашып кетсе соған көп қант қосасыздар. Сондықтан соған атаққан көңіл аудару керек. Міне мына жерде екі көмекшім отыр. Түрлерін қарап қойыңыздар. Осындай көмекші бәріңізде жұғысты болсын. Мына арнайы ыдыс іздеп керек емес, осындай бөтелкелерге құйып қоясыздар. Одан кейін морозильникте жата береді, керек кезде алып ерітіп қолданасыздар. Осымен қош сау болыңыздар. Келесі кездескенше. Менің басқа да рецепттерім бар, каналыма жазылып ұнаса басқа рецепттерді көруге болады. Алда да талай рецепттер қоямын.